Бүгінде міне 490 адам болып қаппыз. Құдай қаласа 100-ге 200 мыңға жетуімізді нәсіп етсін Аллам. Дәл осылай есіктің сыпырумен басталды бүгінгі таңымыз. Қазір мен бұл видеоны 2:30-да, түнгі 2:30-да монтаждап бәрін жалғап отырмын. Дәл бұл қырдағы үйіміз. Қырдағы үйді жинап болғаннан кейін сәлемімді салып ауылдағы үйді жинауға көштік. Мына жерде қызым кішкентай болатын. Бұның бәрі алдыңғы видеолар түсіріп қойғам. Оның бәрін енді монтаждап жатырмын ютубқа салу үшін. Енді де бәрін қолдап осы ауылдан шыққан қарапайым өзіміз сияқты жас балдарды, жас семьяларды қолдап жіберсек, дамып кетсек деген ой ғой бізде. Осылай ауылдың өмірін көрсетіп, қалай болатын. Мына жерде шөбін жұлып, сыпырып, жолдасым көмектесіп жүр қасымда. Ары емес сыпырдым. Жолдасым шөптердің бәрін шапты. Бұл ауылдағы үй шөп деген өте көп шығады. Сондықтан бәр жер тал, көл, оның бәріне қарау оңай емес. Оның бәріне ата-апа қарайтын еді, енді атамыз қарап жатыр. Мына жерде ең соңынан телефон мөлдірап қойып, видео осымен тамам.